Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Жемқорлық, жиіркенішті сөз. Коррупция латын тілінен ыдырау, бөлшектену деген мағынаны білдіреді. Мүмкін біреу саған бұл жүйеде нең бар, аштан қатып жатқан жоқсың деген шығар. Бірақ сен бұл системада бір нәрсенің дұрыс емес екенін білесің. Ол коррупция. Көп адамдар коррупция бар екенін, оның жаман екенін біледі, алайда неге жаман, несімен жаман екенін білмейді. Біз бұл видеода коррупцияны жамандап қана қоймай, оны жеңудің тәсілін айтатын боламыз. Мысалға, бұл сен жұмысқа барасың, нанға ақша табу үшін әрине. Жоқ, мүмкін көлік алуға немесе үй алуға шығар. Себебі 90% адамдар осы үш атрибутқа ие болу үшін немесе оның саны менен сапасын арттыру үшін жұмыс жасайды. Олар тамақ, баспана және көлік. Егер де сен жер планетасында өмір сүріп жатқан болсаң, онда міндетті түрде бір мемлекетте тұрып жатырсың. Қай елде тұрсаң да міндетті түрде табысыңа салық төлейсің. Одан бөлек үйіңе, көлігіңе, тіпті дүкеннен сатып алған тауарға да салық болады. Оны қосымша құн салығы немесе НДС дейді. Ол туралы алдыңғы видеода айтып едік қой. Сонымен ол ақша мемлекет қазынасына келіп түседі. Анығырақ айтқанда бөліп берушінің қазынасына түседі. Себебі ол сенен алған ақшаларды алып ортақ құнды заттар менен жүйелер қалыптастыруға бөледі. Себебі сен сияқтылар көп қой. Оларды халық деп атайды. Халық. Идеалды жүйеде бөліп беруші халықтан ақша жинайды. Ол ақшаға халыққа қажетті құрылымдар мен инфраструктураларды салады. Мысалға, сен салық төледің, егер сен ауырып қалсаң, баратын емханаң бар, немесе саған біреу тиіссе, сені қорғайтын полиция бар. Жүретін жолдарың жасаулы, тағы да сол сияқты, әрине, көше жарық деген сияқты. Әрине, ол бөлушінің еңбегі, алайда бұның бәрі сенің ақшаңа жасалып жатыр. Ал егер бір күні бөліп беруші халықтан жинаған ақшаны емхана салуға емес, өзіне үй салуға немесе қымбат көлік алуға жұмсаса ше, жол салуға жиналған қаражатты шетелге демалысқа жұмсаса, ал ЛРТ салуға бөлінген ақшаны өз жақындарына бөліп берсе, онда бізде ескі емхана, тозған жолдар менен қымбат және құрылысы ұзаққа созылатын ЛРТ болар еді. Әрине, жиналған қаражатты бір адам алып қоя алмайды, ол өзі сияқтылармен бөліседі, яғни бұл сыбайлас жемқорлық. Егер де сондайлардың бірі қолға түсіп ұстала қалса, оны мемлекеттік арнада мемлекет қаражатын жымқырды дейді. Бұл өтірік. Себебі ол жемқор мемлекеттің қаражатын емес, халықтың ақшасын ұрлады. Халықтың денсаулығын, қауіпсіздігін, оның халықтың өмірін ұрлады. Олардың мұндай арсыз іс әрекетіне біздің де кінәміз бар. Біз көбінесе сый-сияпатты жемқорға жасаймыз. Жиналысты әуелі жемқорға сөз береміз, жиын тойда жемқор келмесе бастамаймыз. Басымызға іс түсе қалса, бірінші жемқорға звондаймыз. Бұл бір жазылмас дертке айналып бара жатқандай. Ел арасында мынандай бір қате пікір бар. Бұлар бұрыннан жеген жемқорлар, әбден тойған шығар, осылар басқара берсін, жаңасы келіп ол тоямын дегенше тоз-тозымыз шығады дейді. Алайда жемқор ешқашан тоймайды. Оған жаңа үй, виллалар мен сарайлар, түрлі алтын сағаттар мен інжу маржандар қажет. Айтпақшы, бұл ағылшын ғалымдары дәлелдеген факт. Жемқорлық бұл наша. Бұрынғы нашақор деген болмайтын сияқты, бұрынғы жемқор деген де болмайды. Ал болды, білдік, түсіндік, енді не істеу керек? Осы сұраққа мен жауапты көп іздедім. Мемлекеттік арналар сияқты әркім өзінен бастасын, жемқорлыққа жоқ деп айт дей салсам болар еді, алайда бұл халықты жемқорлықты жеңе алмайды. Назар салыңыз, жемқорлықты жоюдың ең оңай әрі тиімді тәсілін айтам. Америка Құрама Штаттарының ғалымдары зерттеуінше, адам өзі сияқты адамды қай ортада болсын іздеп табады. Мысалға, халал тойға 300 адам келетсе, оның екеуі ғана ішетін болса, ол екі адам міндетті түрде бірін-бірі табады ғой. Ондайда қазақты қотыр атқа соқыр ат үйір болады дейді. Менің айтқым келген, кез келген ел басқарған басшы өзі сияқты адамды қасына жинайды. Мысалға, өзі жемқор болса, әрине қасына өзі сияқты жемқорларды жинайды. Сонымен жемқорлық жоқ мемлекет құрудың құпиясы. Пара алмаған, алмайтын, антына адал, халқына адал сүт емген, адал ел басқаруға уәде берген басшыны ел басқаруға сайлау керек. Табиғат заңдылығына сәйкес ол өзі сияқты ұлтына адал адамдарды айналасына топтастырады. Ал олар өздері сияқты пара алмайтындарды, солайша елде жемқорлық атымен жойылады. 9 ақылдыға бір ақымақты басшы етіп сайлаған, 9 ақымаққа бір ақылдыны басшы етіп сайлағаннан тиімдірек деген жапон мәтеліменен видеомызды тәмамдаймыз. Ал сіз осы видеоға лайк басып, арнамызға басқа да видеоларды көріңіздер, себебі біз сіз үшін жұмыс жасаймыз.